Hey, ben yazılım dostlar, senin bugün ben Ayt Қазақ. Bugün biz olsun блогер задача андай адамдар болады ғой, оружияға лицензияны бірінші рет алып, сөйтіп атсамай жүретін адамдарға. Осым сендерге подсказка. Пистолет алған кезде обязательно мынаны басамыз. Мынаны басасыңдар. Кейбір адамдар мына баспай жатыр деп ашуланады. Мынаны басасыңдар. Сосын стрелокты мысалшы басында негізі басқа жерде тұрады. Басқа жерде тұрады. Сол үшін сендер үш сызықты басып настройкаға кіресіңдер және мына тұрған изменить дегенді басасыңдар. Және ок дегенді басасыңдар. Міне осындай. Егер үлкейтем десеңіздер, үстін баса берсеңіздер, өздерімен өзі үлкейе береді. Идеально жерге қойып қойыңыздар. Сосын патронды бостан-босқа кетіре бермеңіздер. Өйткені мына жақта патрон кете береді. Бұл енді шын өмірде болғандай. Енді айта кететініміз, ең бірінші, әр қозғалған сайын бір шетке қарап атамыз. Екіншісі, негізі бұлай отырып, сосын отырып бұлай жылжымаңыздар. Өйткені сіздер бұлай аунап жерден аунап жүрген кезде ана тұрады, сендерді атып күтіп алады да атып сол үшін бүйтеміз. Отырамыз, тұрамыз, сосын бұлай жылжимыз да отырамыз, тұрамыз. Егер бұлай қателесіп кете беретін болсаңыздар, просто отырып тұрып ата берсеңіздер болады. Одан кейін өздеріңізге идеально шет тауып, орынды бұлай ауыстырып атсаңыздар болады. Біргеше. Oldu, мына шарасын бітірдік. Қыпысын азып жіберді саңыз ғой. Осы міне. Мысалы, мен қазір патрон кетіргім келіп тұрған жоқ, өйткені өзінде патрон алу өте қиын. Үшінлардың патрон алатын жерін өздеу қиын да. Сосын міне достар, осы бұлай жылжытып жүресіздер. Кейбір адамдар мынандай болады да, бұлай жүреді. Оқ шетке кетіп қалады ондай кезде. Только паниковать етпейміз. Мынау шетті бір қолмен ұстаймыз да, экранды бір қолмен ұстаймыз. Сол кезде ыңғайлы болады бұлай не істеуге. Бұлай көп жылжытып жүре бермеңіздер. Андасында бұлай отырып тұрып атыңыздар. Өйткені сіздер бұлай жүрген кезде мысалы, мен мысалы бұлай жүрмін ба? Баши. Бұлай жүрмін ба мен мысалы, не жақта жүрсем, ол қазір не жақта тұрады да. Мен келген сәтте ол мені атып тастай салады. Сол үшін достар, отырып тұрып, анда-санда бұлай жүріп қойыңыздар. Бірақ бұлай қатты аунай бермеңіздер, көп аунай бермеңіздер. Бұлай. Сіздер жерде аунап жүрген кезде, олар сіздерді бұлай тұрады да, күтіп ала салады. Міне. Осылай. Тура мен сияқты. Сосын стрелок алып бұлай жүрмеңіздер. Сразу босатыңыздар да. Қыпыларыңыз аз ба, мысалы, мынаны бұлай обратно басамыз. Да, жүгіріп бұлай мансовать етеміз. Сөйтеміз қашып кетеміз. Сіздер мансовать етіп жатқан кезде, олар оқты тигізе алмайды. Достар, бұл Free Fire сияқты емес. Жанын атсаң оған тиеді деп ойламаңыздар. Тура тип тигізу керек. Сол кезде ғана оқ тиеді. Видео пайдалы болса лайк басып тіркеліп кет. Сау болыңыздар.